Мектеп кеме, білім теңіз. Иә, мектеп, білім, ұстазым деген ұлы сөздер бір-бірімен тығыз байланысты. Бұл сөздердің құдіретін ұға білу де парыз. Дана халқымыз дарын жанып тұрған жалын дейді. Әр оқушының өз таланты болады. Шәкірттері білімді, дарынды, ауылымыздың төрінен орын тепкен алтын ұя мектебім жайлы мақтанышпен айтқым келеді. Білім ордамыз Айтжан Түркебаев атындағы орта мектеп-лицейі, мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Менің мектебім, менің мақтанышым. Неге десеңіз, заманауи талаптарға сай, терезесі тең білім ордасы. Мектеп ұстаздарының арқасында, түлектердің білімі мен шығармашылығының нәтижесінде мектебіміз алдыңғы қатарда келеді. Мектебімнің осы күндері мәртебесі биіктеп, түлектері көптеген беделді оқу орындарына түсіп, өнерлі жастары өркендеп өсуде. Әр оқу жылы әр оқушыға өз жаңалығын әкеледі. Мектебіміздің дәлізінен өтсеңіз, көздің жауын алатын, кеудеңді нұрға бөлейтін ақпараттар, оқу білім туралы, оқушылар туралы, мектебіміздің тарихы туралы баннерлерден сусындайсыз. Әр сыныпта интернет орнатылған, интерактивті тақталар мен компьютерлермен қамтылған. Мектебімізде Байынқұл Қалиев атындағы 1000-ға жуық кітап қорын құрайтын кітапханамыз бар. Ол жерде біз өз білімімізді дамыту үшін, әдеби сөздік қорымызды кеңейту үшін әртүрлі жанрдағы кітаптарды алып оқимыз. Сонымен қатар біздің мектебіміз онлайн форматтағы білім беруге жабдықталған. Мәселен, информатика кабинетінде 30-дан астам компьютер құрылғысы, орыс тілі мен ағылшын кабинеттерінде арнайы тыңдалым құрылғылары бар. 2020-2021 оқу жылында жаңа спорт залдың ашылуы болды. Спорт залымыз өте кең, барлық қажетті спорттық құрал жабдықтармен қамтылған. Ол жерде грек-рим, шахмат, волейбол, баскетбол үйірме сабақтары өткізіліп отырады. Аймақтық жарыстар болып тұрады. Сонымен қатар жаттығу залы ашылып, барлық дене жаттығуларына қажетті техникалармен жабдықталды. Оқушыларды күнделікті ыстық тамақпен қамтитын, іші кең, жарық, ауқымды асханамыз да бар. Алтын ұя мектебіміздің ең көз тартар орны акт залы деп айта аламын. Ол жерде неше түрлі іс-шаралар, мерекелік жиындар өткізіледі. Мектебім менің мақтанышым, киелі алтын ордам. Мектебіміздің оқушылары әртүрлі мектепаралық аудандық жарыстарға қатысып, беделді орындар алуда. Алдыма қойған мақсаттарым көп. Сол арманға, мақсатыма жететініме сенімдімін. Ұстаздарыма, жоғарғы сынып оқушыларына қарап бой түзеймін. Мен қазір мектебімнің жетістігіне мақтанамын. Ал келешекте мектебім менің қол жеткізген жетістіктеріме мақтанады деп ойлаймын. Өсе бер, өркендей бер, менің сүйікті мектебім.